Ассаламуалейкум достар. Бүгін бізде 5-ші сабақ кәсіп және кәсіпкерлік деп аталады. Жалпы кәсіпкер деген сөзді талдап көрейікші. Кәсіпкер деген кім ол өзі? Кәсіпкер деген ол үнемі бір белгісіздікте жүрген адамда. Үнемі ол адамға ресурстар жетпей жатады. Үнемі оған адамдар жетпей жатады. Ақша жетпей жатады. Және де ол бір белгісіз жаққа кетіп бара жатады. Стив Джобстың бір айтқан сөзі бар. Кәсіпкер деген бір стеклоны шайнап, және де бір аспанға қарап кетіп бара жататын адам дейді. Бұл деген не деген сөз? Бұл кәсіпкер деген жоқ нәрседен бір барды жасап шығаратын адам, былайша айтқанда. Қалай жасайды? Өзінің бір жігермен, энергиясымен, былайша айтқанда бір настойчивость дейді ғой. Бір табандылығымен, ақшасы жетіспесе де, адамы жетіспесе де, және де белгісіз жаққа кетіп бара жатып, қоғамға бір пайдалы бір өнімді шығаратын кәсіпкер де осы. Бұл кәсіпкерлерге жалпы медаль беруге болады да. Тағы да бір определение бар. Кәсіпкер деген ол тұтынушының туындаған мәселесін шешуші деп аталады да. Именно фокусы тұтынушының жәнегі мәселесін шешу арқылы ол өзінің жәнегі бір қабілеттерін, өзінің бір тауарларын, немесе бір услуга қызметтерін жәнегі ол ақшаға айландыра алатын адам да. Жалпы кәсіпкерліктің мәні бұл жаңа бизнес мүмкіндіктерін іздеп, оларды пайдаланып, қоғамға құндылық қосатын және өнімдер, қызметтер немесе технологияларды жасау процесі. Бұлай терминді сөзбен айтқан кезде. Бизнестің түрлері жалпы үшке бөлінеді. Үнемі үшке бөлінеді. Ең бірінші ол тауар. Тауар дегеніміз физикалық немесе цифрлық өнімдерді алып сатып алу. Өте оңай, арзан бағада аласыз, қымбат бағаға сатасыз, нәтижеде түскен пайданы көресіз деген сияқты. Екіншісі ол қызмет түрлері. Қызмет дегеніміз ол белгілі бір қызметті ұсыну. Мысал үшін шаштараз, бір фотоға түсіру деген сияқты, бұл белгілі бір қызметтің түрі. Үшіншісі бір жұмыс. Жұмыс дегеніміз қалай? Бәлкім бір крупный бір компания, мысалы Қазақстанда бір Қазақ Телеком дейікші, или бір Apple'дың бір компаниясы дейік, мысалы шетелдегі. Бұл өзінің бір кәсіпкер бір біліктілігі арқылы, өзінің бір тәжірибесі арқылы тоже жәнеге кәсіпкер сияқты, бизнесмен сияқты үлкен бір ақшалар табылады. Сол үшін мынау тауар, қызмет жәнеге жұмыс. Осы үшке бөлінетін негізі бизнестің түрлері. Әр бизнес түріне талдау жасайтын болсақ, біріншісі тауар дедік қой жәнеге. Сол нақты өнімдерді таңдау, нарықты зерттеу, сапалы өнімдерді әзірлеу, және де бір дұрыс бағаға бағалау, және де тұтынушының қажеттіліктерін жабу. Осы этаптарды сіз өткізетін болсаңыз, осы дүниені сіз ақшаға айландырасыз. Бұл тауар. Екіншісі қызмет көрсету. Клиенттермен тиімді қарым-қатынас жасау. Әрбір тұтынушыңызбен, әрбір клиентіңізбен сіз тиімді қарым-қатынаста сөйлесуіңіз керексіз. Және де сапалы қызметтерді ұсыну. Өте маңызды. Бұл сфера услуг. Сіз әрбір клиентіңіздің алдында клиентті ориентированный болу керексіз. Клиентіңіздің жалпы байланысқа түсе алып, ол адамның мысалы бір көзқарасын түсіне алып, егер бәлкім ол адамның ақшасы жетпей тұрған шығар, қазір. Сіз дәл қазір скидка жасап беруіңіз мүмкін. Егер де сіз алысқа қарайтын болсаңыз, 1 жылға, 2 жылға, 5 жыл жұмыс жасайтын болсаңыз, қазіргі бастамасындағы ақшаны сіз инвестиция деп көріңіз. Басында сіз арзанға жасайсыз. Қызметіңіз 100 мың болса, сіз 20 мыңға жасайсыз. Басында бір жарты жыл, бәлкім бір 1-2 ай инвестицияны. Одан кейін өсіресіз, иншалла өзінің бағасына жетесіз деген сияқты. Зато сіз ол тұтынушыңызды бір 5 жылға дейін, 10 жылға дейін қызмет көрсете бересіз. Үшіншісі жұмыс. Бұл өзіңіздің біліктілігіміз, тәжірибеміз, қабілеттеріміз, және де өзіміздің құндылықтарымыз, ол да өте маңызды. Адам, көбінесе инвесторлар жалпы адам таңдайды. Сол сияқты қазіргі заманда адамды таңдау деген нәрсе, мысалы, бәлкім сіз блогер шығасыз. Өзіңіз бір жеке брендіңіз керемет дамып тұр, оқырмандарыңыз керемет деген сияқты. Значит, сізден де осы бір қызметтің түрлерін алады сізден.
осы бір үш түрлі. Жалпы егер де сіздерге түсінікті болатын болса, бұл жайында әлі де ары қарай біз ашатын боламыз. Тақырыптарды тереңірек бұл жайында ашатын боламыз. Сіздерге бір үй тапсырмасы, өз қызығушылықтарыңызды анықтаңыздар. Сіздер неге қызығасыздар? Қабілеттеріңізді, өздеріңіздің бір мүмкіндіктеріңізге сүйене отырып, өздеріңіздің бір бизнес идеяларыңызды ойластыра бастаңыздар осы күннен бастап. Біз сіздерге PowerPoint программасы арқылы презентация жіберіп қоямыз. Бұл презентация пустой болады. Және де сол жерге өздеріңіздің идеяларыңызды жаза бастаңыздар. Идеяларыңызды жазып, сол арқылы, мысалы сіз бір фотографияға, mesela фотоаппаратпен бір студия ашуға бір қызығушылығыңыз болатын болса, онда жалпы жәнегі PowerPoint-қа өзіңіздің бір фото қызметін ұсынатын бір бизнес идеяңызды ақырын жаза бастаңыз. Қағазға түскен нәрсе ол міндетті түрде орындалады, достар. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Келесі сабақта кездескенше.